Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біздер функцияны формула арқылы беру тақырыбын өтетін боламыз. Функция дегеннің өзі, мен алдыңғы сабақта айтқан тәуелділік деп, яғни бірнеше айнымалы арасындағы тәуелділік болуы мүмкін, немесе бірнеше шама арасындағы тәуелділік болуы мүмкін. Енді осындай тәуелділікті, яғни осындай функцияның формуласын жазып үйренейік. Мен алдыңғы сабақта сендерге қалам туралы айтқам, қалам алу үшін бізге керегі оның бағасы, саны және осы екеуіне байланысты ақшасы болады, қанша ақша төлетемін. Егер де бізге 5 қалам керек болатын болса, егер бір қаламның бағасы 10 теңге болса, онда оның ақшасы бізде 50 теңге болады. Немесе оның бағасы 20 теңге болатын болса, онда осы 5 қаламның ақшасы 100 теңге шығады. Ал енді мен осы тәуелділікті немесе осы функцияның формуласын жазып көрсетейін. Мен алдыңғы сабақта айтқам, функцияны көбіне біздер x, y арқылы белгілейміз деп. Бізде ақшамыз y болсын делік, ал бағасы x болсын делік, ал саны 5-еуі қарай берсін. Сонда біздер y табу үшін, яғни ақшаны табу үшін біздер бағасы мен санын көбейтеміз. Яғни x пен 5-ті көбейтуге. Демек, мына бір тәуелділіктің, мына бір функцияның формуласы бізде мынау болады екен. Мен мына жерге қайттан жазып қойын. 5x деп. Ал енді бұл жерде бізде функция y. Яғни y дегеніміз ол бізде функциясы деп айтамыз. Алдыңғы сабақта айтқан мен функция деп. Егер де функцияның мәні немесе функцияның анықталу аймағы деген сияқты сөздер болатын болса, немесе функцияға байланысты мысалы бірден сұрайтын болса, онда ол y деген сөз, яғни функцияның мәні десе, онда y-тің мәні. Ал егер аргумент деген сөзді естісеңдер, онда бірден x естеріңе түсу керек. Аргументтің мәні деген сияқты әлі де есепте талай осындай шарттар кездеседі. Аргумент. Енді бұл жақта y дегеніміз тәуелді деп айтқам, яғни мына бағасы мен санына байланысты y тәуелді болады осы екеуіне. Ал x бізде тәуелсіз. Біздер қандай бағада сатып алатынымыз бізге өзіміз білеміз башында тәуелсіз, ал y бізде осы ақшамыз осы екеуіне тәуелді деген сөз. Ал енді кейбір оқушылар ойлап қалуы мүмкін, x пен y бар жердің барлығы функция бола береді деп. Олай емес. Кейбір жағдайда хоть x пен y болса да, ол функция болмауы мүмкін. Қазір мен сендерге сол жағдайды көрсетейін. Мысалға бізге осындай осындай өрнек берілсін делге. Бұл бізде функция болмайды. Себебі мысалға біздер x-ің орнына 5-ті қоятынымыз, x тең 5 дейтін болсақ, бізде y-іміз 5 болуы мүмкін, немесе y-іміз минус 5 болуы мүмкін, яғни y-тің орнына 5 қойсақ та болады, минус 5 қойсақ та болады, бәрібір x 5-ке тең. Ал функцияның анықтамасына x-тің бір мәніне y-тің бірақ мәні сәйкес келу керек. Яғни бірден ғана сәйкес келу керек. Ал мына жерде x-тің бір мәні болып тұр, бірақ y-тің 2 мәні сәйкес келіп тұр. Яғни бұл бізде функция болмайды екен. Енді есептерге көшейік. Ұмыт кеткен жерлерім болса, мен тағы да осы видеода айтып отыратын болам. Бірінші есепте берілген формулалардың қайсысы x-ке тәуелді y функциясын береді. Яғни қайсысы бізде функция деп тұр. Біріншісінде бізде y тең мысалы минус 3x плюс 4, яғни x-ің орнына санды қоясың, минус 3-ке көбейтіп 4 қосасың, y шығады. Бұл бізде функция. Ал екіншісінде бізде функция болмайды. Себебі y-тің квадраты тең x деп тұр, яғни x-іміз мысалға 16 болсын, ал y сол кезде бізде 4 болуы мүмкін, немесе минус 4 болуы мүмкін. Минус 4-тің де бізде квадраты 16, 4-тің де квадраты 16. Қайттан мына жерде x-те бір мәні ғана болып тұр, y-тің 2 мәні сәйкес келіп тұр. Демек, бұл жерде бізде функция болмайды екен. Ал үшіншісінде бізде функция болмайды. Себебі бізде функция әрқашан y тең деп басталу керек. Егер ол y тең деп бастамаса, демек ол функция емес деген сөз. Мынау демек бізде болмайды. Келесі функцияның анықталу аймағын табыңдар.
Бізде мынандай екі сөз бар функцияда. Анықталу облысы немесе анықталу аймағы. Анықталу облысы деп қойын, көп жерде облыс деп айтылады. Және мәндер облысы. Анықталу облысы дегеніміз бізде x-тің орнына қандай сандар қойсақ болады деген сөз. Ал мәндер облысы дегеніміз мына y қандай сандар бола алады деген сөз. Кейбір жағдайлар болады, y ондай мәнге ие болмайтын жағдай болады. Яғни мәндер облысында мысалы x-тің орнына қандай санды қойсаң да, y мысалы 5 болмайды ешқашан деген сияқты болуы мүмкін. Мәндер облысы дегеніміз бізде y-тің қандай мәндер қабылдайтыны. Ал анықталу облысы деген x орнына қандай мәндерді қоя аласың деген сөз. Ал олай болса, есепке көшейін. Бізде мына жерде x 3-тен 1x болып тұр, е? Мына x-ті біздер алымына жазаламыз. Сонда x бөлінген 3 болып тұр, е? X орнына біздер кез келген мәнді қоя аламыз. Бізде бүтін сан шығу міндетті емес. X орнына қандай санды қойсаң да, біздер 3-ке бөле аламыз, е? Яғни x-тің анықталу аймағы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін екен. Яғни кез келген сандар. Екіншісінде де сол x орнына кез келген санды қоя аламыз. X орнына қандай санды қойсаң да оны 2-ке бөле аламыз. Яғни бізде қайттан минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін екен. Мына жерде де сол x орнына қандай мәнді қойсаң да, ол бір сан шығады, одан кейін 2-ке бөлген екен, оған 5-ті қоссаң да бәрібір бізде y шығады. Яғни мына жерде бізде минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін екен. Мына жақтары сондай. X орнына кез келген мәнді қоя аласың, оған 2-ні қоса аласың, одан кейін оны 5-ке көбейте аласың, яғни бұл жақта да минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін екен. Ал енді 5-те бірақ ондай емес. Біздерде мынандай ереже бар бастауыштан келетқан. Біздер санды ешқашан 0-ге бөле алмаймыз. Яғни мына жердегі санымыз бізде тең болмау керек 0-ге. Яғни x плюс 2-міз тең емес 0-ге де жазамыз да, яғни x тең болмау керек минус 2-ге. Сонда минус 2-ні қоятын болсақ, бізде 0 болып қалады да, 3-ті 0-ге бөле алмай қаламыз да. Сонда бізде мына x орнына минус 2-ні қоя алмаймыз деген сөз. Ал оның жауабы, яғни мысалға мынау бізде координаталар болса, координата болатын болса, мынау бізде минус 2-ні қоймасақ, яғни ашық нүкте алып қоямыз деген. Ашық, дөңгелек қойып қоямыз. Демек, біздер мына жағындағы сандардың барлығын қоя аламыз да, минус 2-ні қоя алмай қаламыз да, ары қарай, минус 2-ден ары қарай кез келген сандарды қоя аламыз деген сөз. Сонда біздің жауабымыз минус шексіздіктен минус 2-ге дейін бәрін қоямыз. Сосын 2-ден аттап өтемізде минус 2-ден плюс шексіздікке дейін ары қарай тағы да қоя аламыз деген сөз. Мына жерде екеуде минус 2 болып тұр, бірақ бізде мынандай ашық аралық болған үшін екеуін дөңгелек жақшыға қойдым. Сонда біздер минус 2-ні ғана қабылдамаймыз деген сөз. Немесе x тең емес минус 2 деп мынандай түрде жазсақ та болады. Ал енді 6-шысында бізде олай емес. Мынада айырмашылық бар. Мына жерде бөлімінде тұр x, ал мына жерде алымында тұр. Біз кез келген санды 2-ке бөле аламыз. Мына жақта 0 болса да бөле аламыз. Мына жерге мысалы 2-ні қойсақ, 2-ге 2-ден атсақ 0 болады, 0 болып кетеді, 0-ді 2-ке бөле аламыз. Яғни біздер кез келген санды 2-ке бөле алған үшін, мына x-ің орнына да кез келген санды қоя аламыз деген сөз. Яғни бұл да бізде минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін екен. Келесі сәтте x тең осындай болатын болса, онда y функциясының мәнін табыңдар деп тұр. Яғни мына функцияның мәнін табыңдар деп тұр. Мен біріншісін көрсетейін. 19-да 3. Біріншісі. X тең бізде болып тұр 1782. Ал y-іміз тең болып тұр 3-тен 1x плюс 8. Сонда y-тің орнына y тең деп жазсақ болады. Енді мына жерде 1782-ні 3-тен 1-ге өтсе қанша болады? Яғни мен бағана айттым, мына көйіліп тұрған x ол алымына өтіп кетеді деп. Сонда x-ті бөлемін 3-ке деген сөз. 1782-ні енді 3-ке бөлу керек.
1782-ні 3-ке бөлсем, 5, 15, 2, 8, 28-ның ішінде 3 бізде 9 рет бар, 27, 1 қалады 2, 4. Яғни 594. 594 шығады. Оған 8 қоссақ, 602 шығады екен. Яғни x-ның 1782-дегі мәні, яғни функцияның аргументі 1782 болған кездегі мәні 602-ге тең екен. Осылай кез келген қоя бересіңдер. 1101-ді қайттан x-ның орнына қоясыңдар, 3-ке бөліп. Мына 3-тен 2-ні қойсақ та болады. Үшіншісін көрсен. Y тең 3-тен 1 көбейтілген. X-іміз бізде 3-тен 2 болып тұр. Оған қосайық 8. Сонда 3-тен 1-ге 3-тен 2-ні қоссақ, 3-тен 1-ді 3-тен 2 көбейтсек, бізде 9-дан 2 қосылған 8, ол дегеніміз 8,9-дан 2-ге тең. Ал енді мен сендермен қажет болса скриншот жасап алыңдар. 3 рет тұрайын мен, Мынаны да өшіріп тастайын. Ал енді мына функцияның үшіншісін бір айтып кетейін. 25% x деген. X-тің 25%-ын табасың. Яғни 40 болса, 40-тың 25%-ын табасың да. 25% деген 4-тен 1 ғой. Яғни 40-тың 4-тен 1 бізде 10-ға тең. Оған 8-ден 1-ді қоссақ, 10,8-ден 1 шығады. 100-тің 25%-ы 25-ке тең. Оған 8-ден 1-ді қоссақ, 25,8-ден 1 шығады. Ал енді 19-да 4-ті көрсетейін. Y тең. Енді бұл жерде Y тең деп тұр. Яғни 19-да 4. Y тең 3-тен 1 болса, мұна жерде онда X-ті табуымыз керек. Сонда X тең қанша деген сөз? Бізде функциямыз Y тең 3-тен 1 қосылған 8 болып тұр қайттан. Сонда біздер мұна 3-тен 1-ді мұна Y болған үшін мұна Y-дің орнына қоямыз. Сонда 3-тен 1 тең 3-тен 1 X, мұна X бар е, қосылған 8. Енді осы теңдеуді шешсек, біздер X-дің мәнін табамыз. Сонда мұна жерден 8 азат тастасам, немесе мұнаны былай жіберсем, е? Плюс 3-тен 1 X, минус 3-тен 1 X болсын. Тең 8 қалай берсін, азатылған 3-тен 1 делік. 8-ден 3-тен 1 азатсақ, 7,3-тен 2 болады. Ал енді X табу үшін 7,3-тен 2-ні мұна көбейтіліп тұр ғой, ол бөлу болып барады. Бөлу болып барады, немесе оны көбейту демізде 3 пен 1-дің орнына ауыстырамыз, және минусы бар. Ол минусы мұна жерге қоя салайын. Мұна бізде 3-тен 2 қой. Алдымен бұны біздер аралассанға айналдыруымыз керек. Аралассан болып тұр, бұрыс бөлшекке айналдыруымыз керек. 7 үшін 21, 22, 23. 23-тен 3 көбейту, 3-тен 1, яғни ол бізде 3 пен қысқарықты 23-тің өзі қалады. Бірақ бізде мұна жерде минус бар, ұмытып кетпеу керек. Минус бар және минус бар. Яғни Y-іміз бізде 3-тен 1 болу үшін X-іміз бізде минус 23 болу керек екен. Келесі, енді B деңгейін есептен өтейік. X-тің қандай мәнінде функцияның мәні 0-ге тең. Функцияның, яғни Y-тің деген сөз. Y-тің мәні 0-ге тең болып тұр. Яғни мұна жерге мысалға 0-ді қоямыз да, X-тің қандай мәнінде? Сол кезде X шығады ғой. Демек, X-тің сол мәнінде 0-ге тең деген сөз. Сонда, мысалы 0 тең деп қайттан жазайын. 12x плюс 18 деп. Немесе 12x плюс 18 дегеніміз ол 0 болып тұр, е? Сонда 12x-іміз қосқанда 18 болып тұрса, демек, минус 18 шығу керек. X дегеніміздің өзі минус 18 бөлінген 12 болып тұр. Сендер теңдеуді, егер шешіп қиналатын болсаңдар, онда 6-шы сыныптың тақырыптарын көрсеңдер болады. Қысқартып жіберсек, бізде минус 6-ға қысқартсақ 3 қалады, 6-ға бөлсек 2 қалады. Ол дегеніміз минус 1,5-ға тең. Яғни, бізде функцияның мәні, мұна бір функцияның мәні 0 болу үшін, X-іміз минус 1,5 болу керек деген сөз. Тағы бірін көрсете салайын. Мұна жерде барлығы бірдей ғой, мұна жерге де 0 қоямыз да.
Сонда бізде минус 2х минус 8 тең 0 дейміз. Минус 8 бізде плюс 8 болып өтеді. Минус 2х теңнің ар жағына өтті, плюс 8 болып. Сонда х дегеніміз минус 2-ні қанша көбейтсек 8 десек, немесе 8-ді минус 2-ге бөлсек минус 4 болады екен. Яғни мына жеріміз бізде минус 4 болу керек. Минус 4 пен минус 2-ні көбейтсек 8 болады, 8-ден 8 атсақ 0 болады деген сөз. Ал мына жерде х-тың қандай мәнінде функцияның мәні оң болады деп тұр. 0 болады деп тұр ғой, енді мына оң болады деген сөз. Оң болады деп тұр. Демек бізде мына y-іміз оң болу керек. Яғни мынау 2х плюс 8 деген санымыздан оң сан шығу керек деген сөз. Сол кезде y оң болады деген сөз, е? Яғни 2х плюс 8 минус 8 болып өтеді. Ал x үлкен мына бізде. Демек, мына 2 көбейтіліп тұр, 2 бөлу болып барады, минус 8-ге көрсек минус 4 болады екен. Яғни x-іміз бізде минус 4-тен үлкен болса, мына бізде минус 4 болсын. Содан үлкен мәндер болу керек деген сөз. Яғни мына жағындағы минус 3, минус 2, 5, барлық сандарды қойған кезде бізде y-іміз, яғни функциямыз оң болады екен. Ал жауабын жазған кезде біздер мына біріншісін шығардық қой, е? Демек, минус 4-тен бастап, минус 4-тің өзі кірмейді, плюс шексіздікке дейінгі сандардың барлығында оң болады екен. Келесі мен мынаны көрсетейін. Яғни, екіншісінде минус 2х плюс 8 бізде оң болу керек. Минус 2х оң болу керек, минус 8 деп. Біреулер мына жерде минус 1-ге өйтіп бағытын өзгертіп жүреді. Мен мына жерде былай істегім келіп тұрды. Сіздерге оңай болу үшін. Мен мына минус 2 мына жаққа жіберсем плюс 2 болады, 2х болады. Мынау қала берсін, е? Ал 8-імізді, мына минус 8-ді былай қарай жіберсем 8 болады. Яғни 8 үлкен болу керек 2х-тан. Яғни 8 үлкен болу керек деп мына жаққа жібере салып, осыдан келіп шыққан нәрсе минус 1-ге өту деген. Сонда 2х кіші болу керек 8-ден, сонда х кіші болу керек 4-тен. Сонда мынау бізде 4 деген мән болатын болса, 4-тен кіші болу керек, яғни мына жағындағы сандар болу керек. Сонда біздің жауабымыз мына жерде. Минус шексіздіктен бастап 4-ке дейінгі сандарды қойған кезде бізде функцияның мәні оң болады екен мына жерде. Түсінікті ғой, үлкен 0-ден деп барлығын алып шығасыңдар. Ал енді мына жақта x-ің қандай мәнінде функцияның мәні теріс болады деп тұр. Енді керісінше кіші 0-ден болу керек. Y кіші 0-ден болу керек. Сонда мына жақтың барлығын қазір қайттан кіші деп шығамыз. Яғни біріншісінде 100 x плюс 4-іміз кіші болу керек 0-ден. Сонда 100x-іміз кіші болу керек минус 4-тен. Яғни x-іміз кіші болу керек минус 4-ті 100-ге бөлсем, минус 0,100-ден 4-тен. Кіші болған кезде функциямыздың мәні теріс болады деген сөз. Алардың барлығын кіші 0-ден деп жазып шығасыңдар. Ал енді мына жақта с деңгейінің есебінде мынандай функциясының мәні x аргументінің қандай мәндеріне теріс емес болады. Яғни мына функцияның мәні x аргументінің қандай мәнінде теріс емес болады. Теріс емес, яғни оң. Қайттан оң болу үшін қайттан үлкен 0 дейсің, қайттан үлкен 0 дейсің. Бұл жақта ешқандай қиындық жоқ, айырмашылық тек бұл жақта аралас сандар ғана. Яғни минус 3,5 x қосылған 4,3-тен 2 үлкен болу керек 0-ден. Сонда минус 3,5 x үлкен болу керек 4,3-тен 2-ден. Минус плюс еді, минус болып барады. Яғни мен былай қайттан жіберсем, орындарын ауыстырсам, 4,3-тен 2 болып барады, минусымыз плюс болып. Мынау қала берсін, мынаны 2 есесіне мына жаққа жібере салам. 3,5x болып. Сонда 3,5x-іміз кіші болу керек 4,3-тен 2-ден. Енді x табу үшін біздер бөле саламыз. 4,3-тен 2-ні
бөлеміз. Мен 3,5-ті 3,5 ғой, 7 бөлінген 2 десем болады. 7-ні 2 бөлсем 3,5. Сонда енді бөлу үшін біздер тең деп жазып мына жаққа. Сонда x кіші, мынаны біздер міндетті түрде бұрысқа айналдырамыз. 3-тен 12, 13, 14. Бөлудің орнына көбейту қоямыз, орындарын ауыстырып қоямыз 7 деп. Сонда 14 пен 7 қысқарады 2 қалады. Демек 4 бөлінген 3 қалды. Ол дегенің 1,3-тен 1. Сонда x кіші болу керек 1,3-тен 1-ден деген сөз. Ал мынау енді 19-а 9-да осындай функциясының анықталу аймағын табыңдар. Анықталу аймағы дегеніміз жаңағы анықталу облысы. Яғни x қандай мәндерді қабылдайды. Біз осындай бөлшек болған жағдайда, мен бағана айтқан тек бөліміне қараймыз. Ал мұнда не болса да бола берсін, тек бөлімін ғана қараймыз. Яғни 5 минус x-іміз тең болып қалмау керек 0-ге. Сонда x-іміз тең болып қалмау керек, енді 5-тен 5 азайтсақ 0 ғой, яғни x тең болып қалмау керек 5-ке. Сонда біздің жауабымыз минус шексіздіктен 5-ке дейін алып келесіңде 5-ті алмайсың, одан кейін аттап 5-тен плюс шексіздікке дейін барасың. Яғни біздер 5 болмау керек деп 6 деп қойсақ болмайды. Себебі 5,1 дегеннің өзі болады. Себебі ол жақтан 0 шықпайды. 5-тен 5,1 азайтсақ 0,1 шығады. Ал мына жерде алымы қандай болса да бола берсін. Бөлімі 0 болмау керек. Яғни 8,9 қосылған 2x тең болмау керек 0-ге. 2x тең болмау керек 8,9-ға минусмен, Сонда x тең болмау керек бізде 8,9 2-ге бөлсем 4,45. Минус 4,45-ге тең болмау керек x-іміз. Мына жерде бөлімінде тұр осылай. X тең болмау керек 4-ке. Жауабын мына түрде жасаласыңдар. Мұнан да жауабын мына түрде жасаласыңдар. Ал мына жерде x квадрат минус 7x. Мен мұнаны бүйтіп астына бөлік жазайын, соңғысын. X квадрат минус 7x тең болмау керек 0-ге. Яғни x жақшаның сыртына шығарсақ, алдыңғы сабақтағыдай. X-тің екеуі біреуі қалды. Азайту 7 тең болмау керек 0-ге. Біз өткен сабақта жеке-жеке 0-ге теңестірдік қой. Енді мына жерде x керісінше 0-ге тең болмау керек деп айтамыз. 0-ге тең болса 0 болып кетеді. Немесе x тең болмау керек 7-ге деп айтамыз. Себебі x минус 7-міз бізде 0 болмау керек, яғни x-іміз 7 болмау керек. 7-ні қойсақ, 7-тен 7-тен айтсақ 0 болып кетеді. Яғни осындай екі мәні бар екен. Бұны енді былай істейміз демек, оның жауабында. Мұна 0 болмау керек және 7 болмау керек. Біздер 0-ден бастап минус шексіздіктен бастап 0-ге дейін келеміз де, 0-ді алмаймыз да, қайттан арғай кете береміз де, бірақ 7-ге келіп 7-ні қайттан алмаймыз да, арғай плюс шексіздікке дейін кете береміз. Яғни минус шексіздіктен бастап 0-ге дейін, одан кейін 1-ге деген сөз, 0-ден сосын 7-ге дейін аламыз. Одан кейін 7-ден плюс шексіздікке дейін аламыз деген сөз. Осымен сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетеміз егер ұнаса.